Бұл ана ескертуге елемей, түнде балаларға қол салатын өлімші қарғыс туралы оқиға. Оқиға 1973 жылы Лос-Анджелесте өтеді. Біз Аннамен танысамыз, ол екі ұлы Крис пен Сэммен бірге тұратын әлеуметтік қызметкер. Бір күні ол Патрисия деген әйел туралы іс алады. Мектеп Патрисияның балаларының ұзақ уақыт бойы көрінбегенін хабарлайды. Алғашында бастығы істі басқа біреуге бергісі келеді, өйткені Анна қазірдің өзінде өте бос емес, бірақ Анна бас тартады. Ол бұл отбасын жақсы білетінін айтып, істі өзі жүргізгісі келеді. Аздап қысым көрсеткеннен кейін ол істі алады да полиция қызметкерімен бірге Патрисияның үйіне барады. Олар келгенде Патрисия есікті ашқысы келмейді. Ол қорқып тұрып, оларды ішке кіргізбейді. Анна оны тыныштандырып, ішке жалғыз өзі кіретінін уәде етеді. Полиция қызметкері сыртта қалады. Анна әрең ішке кіреді. Ол балалар туралы сұрайды, бірақ Патрисия олар қауіпсіз деп қана айтады. Бірдеңе дұрыс емес сияқты. Анна Патрисияның қатты жүйке екенін байқайды. Ол мойындағы кілті бар алқаға үнемі қолын тигізіп отырады. Патрисия кетіп қалғанда Анна үйді аралап көреді. Үй лас, барлық жерде шамдар жанып тұр. Содан кейін ол ауыр құлыппен жабылған есікті көреді. Оны ашқысы келгенде Патрисия жүгіріп келіп, алыс тұруды ескертеді. Анна онымен сөйлесуге тырысады, бірақ Патрисия өзін ұстай алмай қалады. Ол агрессивті болып, тіпті Аннаға балғамен ұруға тырысады. Дәл сол кезде полиция қызметкері кіріп, оны тоқтатады. Алып кетер алдында Патрисия соңғы ескертуін айғайлайды. Сол есікті ашпа. Бірақ Анна оны елемейді. Ол Патрисияның алқасынан кілтті алып, есікті ашады. Ішінде қорқынышта бірге жасырынып отырған екі бала, Карлос пен Томас тұр. Олар Аннаға есікті қайта жабуды өтінеді. Олар бір әйел оларды жараламақшы екенін айтады. Анна олар өз шешелерінен қорқады деп ойлайды да жұбатады. Енді бәрі жақсы дейді. Ол оларды қауіпсіз баспанаға апарады. Бірақ кейін бір түрлі нәрсе байқайды. Балалардың қолдарында көгерген іздер мен белгілер бар. Ол не болғанын сұрағанда, олар бір әйел жасады дейді, және ол шешелері емес екенін анық айтады. Анна оларды тыныштандыруға тырысады, бірақ жағдай одан сайын таңқаларлық бола түседі. Олар енді ешқайда барса да қауіпсіз болмайтынын айтады. Сол түні Карлос оянып, Томас бөлмеден шығып бара жатқанын көреді. Ол артынан ереді. Томас айна алдында тұр. Содан кейін айнада қорқынышты нәрсе болады, бір әйел олардың артынан баяу пайда болады. Карлос оған айғайлайды, бірақ кеш болады. Көп ұзамай Анна детектив Куперден шокты қоңырау алады. Карлос пен Томас өзеннен өлі табылған. Анна балалармен бірге оқиға орнына жүгіреді. Ол Криске көлікте қалып, ұйықтап жатқан Сэмді бақылауды айтады. Өзен жағасында денелердің үсті жабылғанын көреді. Сонда Патрисия келіп айғайлап, ашуланып жылайды. Ол бәрін Аннаға кінәлайды. Көз жасынан Патрисия шындықты ашады. Ол балаларын жәбірлемеген, оларды бір нәрседен қорғауға тырысқан. Анна не туралы екенін сұрағанда, Патрисия Ла Лорана деп атайды. Полиция таспасы артында Патрисия кетіп қалады. Көлікте Крис қызығушылық танытып, тыныш шығып, айналаға қарайды. Кенеттен ол бір әйелдің жұмсақ жылаған даусын естиді. Ол дауысқа еріп, кенеттен онымен бетпе-бет келеді. Ла Лорана оның қолын қатты ұстап алады. Крис үрейленіп, қолын тартып алып, көлікке қарай жүгіреді. Бірақ ол аяқталмайды. Рух көліктің терезесін күшпен ашады. Іштегілердің бәрін үрейлендіреді. Сэм оянып, не болып жатқанын түсінбей шошады. Дәл сол кезде Анна жүгіріп келіп, үрейленген Кристі көреді. Үйге келгенде Анна қорқынышты нәрсе байқайды. Кристің рух қолын тигізген қолы көгеріп кеткен. Ол Патрисияның балаларының денесіндегі іздерге дәл ұқсайды. Енді ол бұл байыпты екенін түсінеді. Карлос пен Томас жерленгеннен кейінде Анна қорқыныштан арыла алмайды. Жерлеу рәсімінде ол бір топ адамның таңғажайып рәсім жасап жатқанын көреді. Шаман оны басқарады, аймақты тазартуға тырысады. Сонда Отец Перес деген діни қызметкер оған келеді. Ол рәсім зұлым рухтарды қуу үшін екенін түсіндіреді. Анна қызығып, оған Ла Лорана туралы сұрайды. Отец Перес оның атын естімегенін айтады, бірақ Мексикадан ескі әңгіме айтып береді.
Баяғыда өте әдемі әйел бай адамға тұрмысқа шығып, 2 ұл туады. Бір уақытқа дейін оның өмірі тамаша болады. Бірақ бәрі бұзылады. Ол күйеуінің опасыздық жасағанын біледі. Ауырсыну мен ашу оның ақылын жеңеді. Есінен адасқан сәтте ол қорқынышты іс жасайды, өз балаларын өзенге батырып өлтіреді. Не істегенін түсінгенде кеш болады. Ол өкініш пен терең қайғыға толып, сол өзенде өзін өлтіреді. Содан бері оның рухы тыныш таппаған. Адамдар оның жер бетінде балаларын іздеп жүргенін сенеді. Ата-аналар балаларын тәртіпке шақыру үшін осы әңгімені пайдаланады, өйткені ол өз балаларын алмастыратын балаларды алып кетеді дейді. Осы кезде Аннаның үйінде таңғажайып оқиғалар басталады. Бір күні Сэм аулада ойнап жүріп, кенеттен бір әйелдің жылаған дауысын естиді. Ол Крис бұрын естіген дауысқа ұқсайды. Алғашында ол көп ойламайды, бірақ содан кейін жағдай таңқаларлық болады. Айналасындағы заттар өздігінен қозғала бастайды. Қолындағы қолшатыр кенеттен бассейнге ұшып түседі. Оны алуға барғанда бірдеңе оның қолынан тартып алады. Судан бозғылт қол көтеріледі. Кейін Анна үйге келгенде тағы шок болады. Сэмнің қолы да көгерген. Бірақ Сэм өзіне жақсы екенін айтады. Сол түні детектив Купер жаңа мәліметтермен келеді. Ол Аннаға Патрисия кінәлі болмауы мүмкін екенін айтады. Куәгерлер оның балалары жоғалған кезде шіркеуде болғанын көрген. Сондықтан ол істей алмаған. Ол Аннаға Патрисиямен қайта сөйлесуді сұрайды. Кейін Анна үйде үстін құжаттарын қарап отырып, есік жанынан таңғажайып дыбыс естиді. Бірдеңе дұрыс емес сияқты. Ол есікті тез жауып, балаларды ұйықтатады. Бірақ жағдай нашарлай түседі. Қағаздар бөлме бойына ұшады. Сэмнің жатын бөлмесінің есігі өздігінен ашылып жабылады. Содан кейін Лорана оған тура қарап тұрады. Соңғы есік кенеттен сынған кезде Сэмнің есігі өздігінен тарс жабылады. Ол қашуға тырысады, бірақ рухпен бетпе-бет келеді. Үрейленген Анна қарсыласады және сол сәтте фигура жоғалып кетеді. Есік қайта ашылады. Сэм әзірге аман тұр. Келесі күні Анна полиция бөлімшесіне Патрисиямен кездесуге барады. Бірақ Патрисия түспейді. Ол бәрін Аннаға кінәлайды. Анна оның балаларын рухқа бергенін айтады. Патрисия оларды әу бастан қорғауға тырысқанын айтады. Сонда Анна таңғаларлық нәрсе байқайды. Патрисияның қолы да дәл сол көгерген іздермен. Сұрағанда Патрисия бәрі Лоранаға байланысты екенін айтады. Ол тіпті қараңғы нәрсені мойындайды. Ол рухтан балаларын қайтаруды өтінген және оның орнына Аннаның балаларын ұсынған. Үйде қорқыныш өсе түседі. Крис сабақ оқып отырып, Сэмнің бөлмесінен жылаған дауыс естиді. Ол тексеріп көруге барады, бірақ бөлмеге кірген бойда Лорананы тікелей алдынан көреді. Крис үрейленіп тайғанып құлап, ауыр жарақат алады. Оны ауруханаға апаруға мәжбүр болады. Ауруханада дәрігер жарақаттарын тексеріп, Кристің қолындағы таңғажайып іздерді байқайды. Ол күдік тудырып, есеп жібереді. Сол түні детектив Купер қайта келеді. Бұл жолы ол балалар қызметінен әйел қызметкерді ертіп келеді. Олар жауап іздейді. Аннаға сыртқа шығуды сұрайды. Қызметкер Крис пен Сэммен жалғыз сөйлеседі. Сұхбаттан кейін қызметкер үрейленген күйде шығады. Ол өмірі көрмеген ең қорқынышты іс екенін айтады. Анна ішке жүгіріп кіріп, Криске бәрін айтуды сұрайды. Алғашында ол үндемейді, бірақ кейін сөйлейді. Ол ақ көйлек киген әйелді көргенін айтады. Ол жылап, оларға қорқынышты нәрсе айтқан. Оларды алып, басқа әлемде өз балалары еткісі келеді. Қауіп қайта оралады. Сэм ваннада жуынып жатқан кезде кенеттен бірдеңе оны артынан ұстап алады. Лорана пайда болады. Рух оны суға батырып өлтіруге тырысады. Сэм қатты күреседі, бірақ әлсіз. Қысу өте күшті. Сол кезде Анна оның айқайын естіп, жүгіріп келіп, уақытында Сэмді судан тартып алады. Бірақ кошмар аяқталмайды. Анна жоғары қарағанда Лорана тікелей алдында тұр. Келесі күні ол балаларын отец Переске көмек сұрап барады. Ол бірдеңе істеуді өтінеді, бірақ ол шіркеу процесі уақытты көп алатынын түсіндіреді. Уақыт жоқ. Әкей Перес басқа нұсқаны айтады. Бұрын діни қызметкер болған,
қазір өзінше жұмыс істейтін Рафаэль деген адам бар. Оның әдістері шіркеу толық қабылдамайды, бірақ ол олардың жалғыз үміті болуы мүмкін. Амалы қалмаған Анна балалармен Рафаэльге барады. Алғашында Рафаэль бас тартады, олар ертерек келмеген үшін кінәлайды. Бірақ Сэмге қарап, оның қаншалықты қорқып тұрғанын көреді де көмектесуге келіседі. Рафаэль маңызды нәрсені түсіндіреді. Крис пен Сэмнің қолындағы іздер олардың таңдалғанының белгісі. Ла Лорана оларды өзінікі етіп қойған. Ол тоқтамайды. Анна қаладан кетуді, алысқа баруды ойлайды, бірақ Рафаэль бұл идеяны тоқтатады. Рух еш жерге байланбаған, балаларды қайда барса да соңдарынан ереді дейді. Сол түні Рафаэль олардың үйіне келеді. Ол дайындық жасайды, қорғаныс орнатады. Анна мен балалары бөлменің ортасында отырады. Айналада шамдар жанып тұр. Рафаэль жақын тұрып, мұқият бақылайды. Кенеттен қараңғылықтан қатты айқай шығады. Ла Лорана пайда болады. Ол бөлме бойына ұшып, Аннаны бір сәтке есінен тандырады. Рафаэль қатып қалады. Крис пен Сэм үрейленіп, үстел астына тығылады. Бірақ ол көмектеспейді. Ла Лорана Кристі еш қиындықсыз сүйрейді. Соңғы сәтте Рафаэль оны тартып алады. Ол рухқа қасиетті су шашады. Қатты айқай шығады. Ла Лорана үйден шығарылады. Оны алыс ұстау үшін Рафаэль үйдің айналасына арнайы тұқымдар шашады. Олар уақытша тосқауыл болады. Біраз уақыт тыныш сияқты, бірақ ұзаққа созылмайды. Сэм кенеттен бір нәрсені есіне түсіреді. Оның қуыршағы сыртта қалып қойған. Анна шықпауды айтады, бірақ Сэм қасарысып, ешкім көрмей есікті ашады. Ол қорғанысты бұзады. Ла Лорана қайта кіреді. Ол Сэмді ұстап, сыртқа, бассейнге қарай сүйрейді. Бірнеше секундта Сэм судың астына тартылады. Анна жүгіріп барып, ойланбастан бассейнге секіреді. Ол судың астында үмітсіз іздейді. Ақыры Сэмді көреді, бірақ жақындағанда араларында Ла Лорана пайда болады. Сыртта Рафаэль тез әрекет етеді. Ол суды қасиеттейді. Рух айқайлап кейін шегінеді. Анна Сэмді ұстап, жоғары тартады. Ол Сэмді бассейннің шетіне шығарады. Сэм әзірге аман, бірақ үнсіз отырады. Реакциясы жоқ, көздері бос. Рафаэль мұны көріп, байыпты болады. Ол Аннаға Сэм рухтың әсеріне түсіп қалғанын, егер тағы жақындаса, түнімен шыдамауы мүмкін екенін ескертеді. Рафаэль қосымша шаралар қолданады. Ол Крис пен Сэмге шкафтың ішіне жасырынуды айтады. Өзімен Анна оларды таңға дейін күзетеді. Сол шиеленісті күту кезінде Анна бассейнде Ла Лорананың мойнынан алқа жұлып алғанын есіне түсіреді. Оны Рафаэльге көрсетеді. Ол бұл маңызды болуы мүмкін, тіпті рухты тоқтатудың кілті болуы мүмкін дейді. Бірақ тыныштық ұзаққа созылмайды. Кенеттен Крис айғайлайды. Патрисия қайта оралған. Ол үмітсіз, дерлік есінен адасқан күйде. Ол балаларын қайтарудың жалғыз жолы Ла Лоранаға жаңа балалар беру деп санайды. Патрисия қару алып шығады да Рафаэльді тоқтатуға тырысқанда атып тастайды. Ол есіктегі қорғанысты бұзады. Енді рух кіре алады. Дәл сол кезде Ла Лорана қайта пайда болады. Ол Аннаны жертөлеге лақтырып қамап тастайды. Крис пен Сэм жоғарыға шатырға жүгіріп есікті бекітеді. Бір сәт қауіпсіз сияқты, бірақ емес. Ол оларды табады. Амалы қалмағанда Крис алқаны көрсетеді. Ол бірден адамдық түріне ауысады, бұрынғыдан әлсіз. Төменде Патрисия шындықты түсіне бастайды. Ол үлкен қателік жасағанын ұғады. Ол Аннаға жертөледен шығуға көмектеседі. Содан кейін олар Рафаэльге қосылып, шатырға жүгіреді. Бірақ қауіп бітпеген. Шатырда жабылған айна кездейсоқ ашылады. Бұл бәрін өзгертеді. Ла Лорана қайтадан қорқынышты түріне келеді. Рафаэль онымен күресуге тырысады. Арнайы ағаштан жасалған крестті пайдаланады, бірақ ол оны оңай лақтырып тастайды. Енді бәрі Аннаға байланысты. Ол кресті алып балаларының алдына тұрады. Қорқыныш жоқ, тек батылдық. Ол алға жылжып, Ла Лоранаға кресті соғып жібереді. Рух айқайлайды, оның күші бұзылады да сол сәтте жоғалып кетеді. Кілт,